Маралбек, короче, жалғыз адам, мен телеграмма жауап берген, go деп, сол үшін Маралбекке реально повезло. Пещера кафесінің жаңа менюсіне новый тамақ, бас. Маке, не айтасың? Дәні көргеніне барып айтамыз. Що, Маке, сен айтуың керек, любой постқа астына жазып тұрыңдар деп. Короче, мынандай нәрсе беріледі, салфетка. В общем, сервис на высшем уровне. И екі перчатка. Има нативный реклама көрініп тұр. Так, бір сүртейік. Шом, қалай жейсің? Супер ғой. Көп отырғаным істевасың, Бісміллә. Уақыт аласың. Негізінде маған айтқаны бойынша осылай саласың да и сразу löp жұтасың. Соус ащы екен, мынау соусты қойшы. Супер. Бас, как бас. Мынаны бірақ шекесін қағуды біз пока білмейміз. Енді тез қағуды, точнее, оны қазір үйренеміз. Макеге бір құлағын қалдырдым, Маке дәмін көрсе, сосын айтамыз. Идеально басы жеп үйрену керек деп ойлаймын. Себебі өте көп пайдалы дүниелер бар. Естеріңізде ме, жақында Ташкентте болған кезде бас пен сирақты, прям лыткиді асып дайындап беретін. Сол кезде көп адамдар айтып еді, бас ұнайды деп. Мынау бала, походу, біраз болған стейк жемегеніне. Шақты ұстай алмай жатыр. Что там? Бас өлмейтін досың. Оса бөлшектеп жей бересің. Достар, ас болсын. Жегендер манда, жемегендер манда. Жасымыз болса 40-қа жақын қалды, сол үшін шекені бұзып, ішіндегі миын алуды үйрену керек. Ол үшін де көп бас жеу керек. Мына жерден кілті болады, аштық. Дальше будем разбираться.